Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздер Тока Лайф арнасындасыздар. Достар, бүгінгі видео бізде көпбалалы отбасы екінші серия, ал біз бастаймыз. Ең алдымен каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Әпкеміз бен ағамызды оятайық та. Сол ғой, негізі ояту керек еді. Кетті оятып келейікші, ату сағат 5 болыпты ғой. Кеттім. Бар, оята бер, мен телевизор қарай тұрам. Әпке, аға тұрсаңыздар, сағат 5 болды ғой. Не? 5? Уже? Ой, блин, жарайды, мен уже тамақ істеу керекпін ғой. Ой, то есть. Маған не ғой дейді, мен оятасыңдар ма? Мен шаруам жоқ қой. Ұйықтай берейінші мен. Ой, жарайды. Мен шаршап кеттім. Әпке, мен барып далаға серуендеп келейінші. Жарайды, барып серуендеп келіп, үйде жата беріп шаршаған шығарсың. Бірақ ешқайда қыдырушы болмай, алыс жаққа кетуші болмай жүре ма? Жарайды. Мен де далаға шығып келейінші, әпке. Бара берші, бар. Ой, Мадинада тұрып қалу керек қой қазір. Күшті ұйықтадым ғой мен. Әпке, мен тұрдым. Ой, молодец, енді қарның ашып тұр ма? Жоқ, әзірше қарным ашып тұр ғой, мен күшті түс көрдім ғой. Ой, молодец, қазір анамызда келіп қалу керек. Мен су ішкім келіп тұр. Су ма, либо сүт па? Су ішем. Жарайды, онда жүр. Кухнядан саған су берейін. Болды. Жүр, енді не істейміз екеуміз? Жата тұра тұрайық, О, не ғой? Ержан, Сержан, не істеп тұрсыңдар? Біз сол уже үйден шаршап кетіп, далада жүргенбіз ғой. Бопты. Мадина тұрды ма? Ұйықтап тұрды ма? Тұрды, анашым. Үйге кіре беріңіз. Жарайды. Ой, қызым, қалайсыңдар? Жақсы, анашым. Мадина жаңа ғана ұйқыдан тұрды, жақсы. Анасым, қалайсыз? Қайда кетіп қалдыңыз сіз? Мен жұмысқа барып келдім. Сол, не жаңалық бар? Басқа ешқандай жаңалық жоқ, менің айлығым осы айдың соңында түседі екен. Мен ойнай берейін. Күшті. Менікі, Арсен екеуміздікі ертең стипендия түседі. Ой, жақсы болды ғой, уже екінші рет айтып тұрсың, күшті. Әкеміз қайда? Әкеміздің жұмысы жақсы болды ма? Оныкі жақсы шығар, бірақ мен оған хабарласпадым әлі. Телефоны жоқ қой. Айтпақшы, бәрімізге телефон алу керек еді. Ақша жоқ қой енді, қызым. Жарайды. Анамыз келген сияқты ғой. Анашым, қалыңыз қалай? Жақсы, балам, өзің қалың қалай? Жақсы. Ана екі ұл қайда? Олар ма? Кет қалған, далада жүрген. Іштері пысып. Жарайды, мен онда жуынып алайыншы. Менің қарным ашып кетті. Анашым, мен де қарным ашып кетті қатты. Жарайды, онда мен барып көріп келер, қандай тамақтар қалыпты үйде. Тамақтар да жоқ шығар. Жұмыртқа да бітіп қалыпты ма? Не істесем болады енді, қазір мына екі бутерброд бар, екі рожки бар, макароны бар, 4 ма? Жарайды. Осы қойып бере салайын. Қашан біздің ақшамыз болып, ой сатып алады екенбіз. Бәрі ескіріп кеткен. Кішкене телефон қарай тұрайыншы. Әпке, мен де қарайыншы.
Мен қарамаймын. Мен далаға барам. Далаға барайыншы. Ой, жүріп кетіп онда екеуміз далаға барамыз. Сен өзіңді жалғыз тастап кетуге болмайды ғой. Қыздарым, қайда барасыңдар? Біз просто кімді Мадинаны серуендетіп келем. Жарайды. Байқап жүріңдер. Балалар, не істеп жатсыңдар? Мен гриб теріп жатырмын. Ал мен гүл просто ұстап тұрғанмын ғой. Күшті екен мына жақтан орай. Иә. Давай, Мадина, ойне ғой. Мен жақта кішкене телефон қарай тұрайыншы. Вау! Аға, мынау не? Бұл саңырау құлақтар. Мынау не? Бұл бізде гүлдер. Күшті ғой гүлдер. Маған беріңізші гүл. Жарайды. Күшті. Иісі де өте әдемі. Енді алып кел. Құлады тағы да. Бұны егу керекпін. Жарайды аға. Мен ойнеймін. Тамақ дайын. Енді мен балдарым тамаққа шақырайын. Тамаққа келіңдер. Осылай отырайын. Тамақ дәте. Кеттік болды. Грибтерді саяқтың мұнақа. Бутерброд мен сүйікті тамағым. Менің де. Давай отырайын телефонымды. Гүлді мына жаққа тастап кете салайын. Келіңіздер, тамақ жейік. Ас болсын. Рахмет қызым, өздеріңе де ас болсын. Рахмет. Мен болдым. Мен де болдым. Кеттік далаға. Қызым, мына жақты жинап қоя сал, жарай ма? Жарайды анашым. Мадина жүр екеуміз кеттік. Ана жақта. Міне. Мына жақта сен отырып ойнай бер, жарай ма? Мен кішкене тынығып аламын. Жарайды анашым. Жұмыста келгенсіз. Ұйықтап алыңыз. Молодец. Мен онда мына жерді жинап тастайын. Қалайсыңдар? Біз сабақтан келдік. Жақсы өздерің. Жақсы. Әпке, біз сабақтан келдік. Молодцы, бес алдыңдар ма? Баға алдыңдар ма? Мен алдым. Мен де алдым. Матикош, қалайсың? Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Сабақтан келдіңіздер ма? Енді келіп тұрмыз ғой. Мұнда анашым келіпті ғой. Мұнда бізде нақат қоя салайық. Мен кішкене тынығып алайын деймін. Мен де тынығып алайыншы. Мен ішім пысып кетті. Не істесем болады? Мен болдым. Матикош, не істеп жүрсің? Мен просто жием ғой, әшейін. Жарайды. Ал келіңдер далада ойнайық кішкене. Давайте. Ойнаймыз. Бүгін вообще көңіл күйім жоқ болып келе жатыр. Балдар, не істеп жүрсіңдер? Мен Матикошты ойнап тұрғанмын ғой. Сіздің жұмыс күніңіз қалай өтті? Орташа деуге болады. Әкешім, қалайсыз? Жақсы. Жұмыс күніңіз қалай өтті? Орташа деуге болады. Мамаң келді ма? Келді. Ұйықтап жатыр, демалып жатыр. Жарайды. Мынау не? Ойыншықтарды жинап қоймаған, не болмаса? Мынау не аяқсыз жатып алған? Келдің ба? Келдім.
Жұмыс күнің қалай өтті? Орташа деуге болады. Вообще ұнамады негізі. Енді не істейсің? Үйде жата бересің ба? Білмеймін. Ұйықтаймын мен. Үйде продукты да пісіп жатыр ғой. Телевизорды бір өшірсе болады ғой. Так. Жоны балайын. Ой, сәлем, қалайсың? Сәлем, жақсы. Білесің ба, менің ертең туған күнім болады. Соған сен келесің ба? Мен ба? Мен білмеймін, бірақ келмейтін де шығармын. Ертең менің жұмыстарым болып тұр, білмеймін. Неге осы сен өмірі келмейсің? Или ақшаң жоқ па? Менің ба? Жоқ, мен ақшам бар. Просто мен кішкентай қызға қарау керекпін да, мен сіңіліме. Сондықтан мен вроде бара алмаймын. Ол кешкісін өтеді ғой. Вечеринка ғой. Жарайды, мен онда мамамнан сұрап көрейін, жарай ма? Жақсы, давай. Мен бәрібір де бара алмаймын ғой. Кешкі вечеринка болсын, ақша да жоқ қой, ертең стипендиямды ата-анама беремін. Жарайды, болды. Алло? Мен ғой жаңа Аяру. Ата-анаңнан сұрадым ба, рұқсат берді ма? Жоқ, ата-анам рұқсат берген жоқ маған. Кешке баруға тыйым салды. Той, осы өмір сен келмейсің. Подарка ше. Подарка? Подарканы ертең апарып беремін. Сабаққа барған кезде. Жарайды онда. Сау бол. Сау бол. Подарка деген несі? Той, енді подарка беру керек. Қызым, кіммен сөйлесіп жатырсың? Ой, құрбым ғой. Айтатты, ертең менің туған күнім, вечеринкаға барасың ба, кешкісін дейді. Мен жоқ деп жауап бердім. Дұрыс болыпты. Менде ақша бар болса да мен саған тыйым салатын едім. Енді ақша жоқ болып тұр ғой. Анашым, мен бармай қоям, бірақ ертең подарка сұрап жатыр. Неге ода ұят жоқ, қалай подарка сұрайды өз бетімен? Енді ертең подарка алып берем деп айтып қойдым. Енді не алып бересің? Ақша да жоқ оған. Енді соны ойлап басым қатып отыр. Уже кеш болып қапты ғой уже. Жарайды, ертең көре жатармын. Сен стипендияңды ғой, соған аларсың. Жарайды, нашым. Қазір мен шақырып келейін, уже кеш батып кетті ғой. Ұлдарды шақырып келейін. Ұлдар, сіздер кеш болды деп ойламайсыңдар ма? Ой, жарайды. Кеш болып қайтыпты ғой шымен. Тамақ ішеміз ба? Тамақ ішеміз, отыра беріңдер. Жарайды, мен көш жүр. Күшті болып тұр ғой. Так, отырып алыңдар. Және қазір әкеміз келеді, сол кезде тамақ ішеміз, жарай ма? Қазір мен тамақ дайындайын. Кеттік, вроде тамақ піскен сияқты. Қайырлы таң. Қайырлы таң деппін ғой. Қандай тамақ? Мынандай. Макароны. Жарайды. Енді әкемді күтейік. Барлықтарың жиналып алыпсыңдар ғой. Әкешім, ас болсын барлықтарыңызға. Рахмет қыздар, нан жеп алыңдар. Біз болдық. Рахмет. Бізде болдық. Қойсайын. Ұйқым келіп кетті жөті. Так, қызым, кел екеуміз жинапсақ. Анашым. Так, мен ыдыстарды жуа салайын. Мен жуа салайын да, анашым. Өзім жуа салам.
Жинап болсаңдар жүріңдер жатайық. Иә. Шынымен де қатты ұйқымыз келіп кетті ғой. Қыздар, жатпайсыңдар ма? Біздің ең сүйікті мультфильміміз басталып жатыр, біз көреміз. Жарайды. Так, қорықпасаң болды. Балалар, мен қорқып жатырмын. Иә, мен де. Прям қап-қараңғы ғой барлық жер. Так, жарайды, біздікі бітті. Мен ұйқым келіп жатыр. Иә, менің де. Кеттім. Мә, қараңғы болып кетіпті ғой. Келейін. Тук-тук-тук. Кім бұл? Иә, шынымен де. Үйде бәрі түгел сияқты. Тоқтаңдар. Аруна жоқ қой. Может, Аруна келіп тұрған. Иә, айтпақшы. Жоқ, біз ашпайық. Кімді оятайық? Әпкемді оятайық. Иә, кеттік. Әпке. Не болды? Ұйқым келіп жатыр менің. Есікті біреу тоқылдатып тұр. Не? Может, сендер кесілген шығар? Жоқ, шынымен де Аруна үйде жоқ қой. Аруна үйде жоқ. Не? Қалайша? Тоқтаңдар, мен қазір бара ашам. Мен де барам сенімен. Тоқта. Кім бұл? Мен Аруна. Неге кешігіп жүрсің? Менде қосымша болды. Және сосын мен досыммен магазинге бардым. Неге? Сағат 10:30 болды ғой уже. Иә, сол ғой. Жарайды, болды, атырамыз біліп қоймаса болғаны. Иә. Кеттік, тезірек барды, сумкаңды қойды, тезірек жатайық. Аруна, неге сен кешігіп жүрсің? Айттым ғой жаңа ғана. Мен қосымша болды, және магазинге бардым. Ақшаны қайдан алдың? Досым берді. Жарайды, жүріңдер, ұйықтаймыз. Төсектеріңді салыңдар. Ата-анамыз біліп қоймай тұрғанда ұйықтайық. Ал достар, осымен екінші серия аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Және достар, үшінші серия тез шықсын десеңіздер, каналға подписаться етіңіздер және қоңыраушаны басыңыздар. Мен черезден салам, либо бір күннен салып отыратын боламын. Яғни, если сіздерге колокольчикті бассаңыздар, сіздер менің, яғни, уже үшінші серияны міндетті түрде бірінші болып көретін боласыздар. Сондықтан да тіркеліп